Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде ұбт-ға дайындық барысында өтетін тақырыбымыз еркін түсу үдеуі. Сонымен оқушылар, біз еркін түсу дегенді 9 сыныптан білеміз. Еркін түсу дегеніміз денелердің тек ауырлық күшінің әсерінен ортаның кедергісі болмаған кезде жерге түсуін айтамыз. Еркін түсу бізде бұл тең үдемелі қозғалыс болады, яғни барған сайын оның жылдамдығы артып отырады. Яғни төмен түскен дененің жылдамдығы әр 1 секунд сайын қалыпты түрде артып отырады. Біз G деп аламыз еркін түсу үдеуін. Оның мәнін 9,8 метр бөлінген секунд квадрат екенін білеміз. Біз бірақ оны жуықтап 10 деп алуымызға болады. Және G-дің бағыты тік төмен болады. Енді еркін түсу үдеуіне байланысты бірегі есептерді шығарып көрейік. Мысалы, Галилей Пиза башнясынан бір денені төмен қарай тастады деп қарастырайық. Оның бастапқы жылдамдығы 0 деп алайық. Яғни V нолевой тең болады 0-ге. Дене жерге дейін 2 секунд бойы құлады. Яғни 2 секунд бойы құлады. 2 секундтан кейінгі дененің жылдамдығын табуымыз керек. Яғни V-ны тең сұрақ. Балалар, барлығымыз білеміз, G-ді біз 10 деп алдық. Яғни 10 метр бөлінген секунд квадрат. Яғни әр 1 секунд сайын дененің жылдамдығы 10 метр бөлінген секундқа артып отырады. Яғни сол кезде формуласы V тең G көбейтілген T. Яғни бізде G деп отқанымыз 10, T деп отқанымыз 2. Яғни сол кезде 2 секундтан кейінгі жылдамдығы 20 метр бөлінген секунд. Оқушылар, есеп шығару барысында мына шардың бағытын міндетті түрде ескеруіміз қажет. Егер шардың бағыты тік төмен болса, яғни G-ді біз айттық ана тік төмен деп. Яғни жылдамдық пен G-дің бағыты бірдей болса, ол кезде 10 метр секундқа артып отырады жылдамдығы. Ал мына шарды тік жоғары лақтыратын болсақ, яғни G-ға қарама қарсы, оның жылдамдығы 10 метр секундқа кеміп отырады. Енді дәл осы тасты бастапқы жылдамдығы, яғни V нолевой 5 метр бөлінген секунд жылдамдықпен тастасын деп қарастырайық. Сол кездегі жылдамдығы қанша болады деп ойлаймыз? Тең сұрақ. Оның формуласы V тең V нолевой қосу G-T. Балалар, ескеріп кететін жағдай, жаңа айтқанымыздай, шардың бағыты төмен болса, G-дің алды плюс болады, тік жоғары лақтырса, минус болады. Біз жағдайды қарастырайық. V тең G көбейтілген T екенін білеміз. Осы жерден T-ны тауып көрейік. T тең V бөлінген G болады. Бұл T-ны біз түсу уақыты деп атаймыз, балалар. Егер мысалға бір топты алып, оны жоғары қарай бастапқы жылдамдығы 30 метр бөлінген секунд жылдамдықпен лақтырсақ, сол кездегі оның уақыты мына формулаға салып табамыз. Яғни 30-ды 10-ға бөлеміз. Сол кезде 3 секунд болатынын барлығымыз білеміз. Оқушылар, біздің есте сақтауымыз керек, бұл қозғалыс бір қалыпты үдемелі қозғалыс болып табылады. Біз бір қалыпты үдемелі қозғалыс кезінде мына формуланы пайдаланатын едік. Яғни S тең V нолевой көбейтілген T плюс минус АТ квадрат бөлінген 2. Біздің жағдайымызда да
бұл қозғалыс тең үйірмелі қозғалыс болғаннан кейін біз s-тің орнына h-ты аламыз. h тең, қалғаны өзгермейді. v нолевой t плюс минус a-ның орнына біз g-ді аламыз. Өйткені еркін түзу квадрат бөлінген 2. Жаңа айтқанымыз тік төмен құласа плюс болады, жоғарыға лақтырылса минус болады деп. Егер бастапқы жылдамдығы 0-ге тең болса, ол кезде h тең g квадрат бөлінген 2 деген формула шығады. Бұл бізде биіктіктің формуласы. Осы жерден уақытты тауып алуымызға болады. T тең болады. Квадрат болғаннан кейін төбір астында болады. 2h бөлінген g. Яғни бұл T деп отқанымыз биіктікке байланысты. Мына жерде жылдамдыққа байланысты. Есепте жылдамдық бар болса, мына формуламен, биіктік бар болса, мына формуламен есепте шығарамыз. Енді сіздердің назарларыңызға бір қалыпты айнымалы қозғалыс кезінде және вертикаль бағыттағы қозғалыс кезінде формулалардың айырмашылығын қараймыз. Яғни барлығы бірдей. Бір қалыпты айнымалы қозғалыс кезінде S деп аламыз. Вертикаль бағытты қозғалыс кезінде H деп аламыз. Яғни бір қалыпты айнымалы қозғалыс кезінде A қалады. Вертикаль бағытты қозғалыста G болады. Мына жерге назар аударатын жағдай, бағана айтқанымыздай, бағыт төмен қарай болса плюс болады, жоғары қарай болса минус болады. Мына жерге минус қойып шығамыз. Енді есептер шығарып көрейік. Бірінші есепке назар аударамыз. Шарты 5 метр биіктіктен бастапқы жылдамдықсыз еркін түсетін дене жер бетінде қандай жылдамдықпен құлайды? G-ді 10 деп аламыз. Яғни жазамыз. H тең 5 метр. Бастапқы жылдамдығы 0. V нолевой тең 0 болады. Жылдамдық табуымыз керек. V тең сұрақ. Бағанағы көрсеткеніміздегі биіктіктің уақытсыз формуласын аламыз. H тең V квадрат минус V нолевой квадрат бөлінген 2G. Бұл жерде бізде бастапқы жылдамдық 0 деп алынған. Сол кезде формуласы H тең V квадрат бөлінген 2G. Осы жерден оны табуымыз керек. Сол кезде V квадрат тең 2GH болады. Квадраттан құтылу үшін түбірдің астына аламыз. Яғни V тең түбір астында 2GH. Оқушылар, енді екінші есепті шығарамыз. Яғни шартын жазамыз. Тас жиектегі километр бөлінген сағат жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Ол қандай максимал биіктікке көтеріледі дейді. Яғни километр бөлінген сағатты метр бөлінген секундқа аламыз. Сол кезде ол V тең, барлығымыз білеміз, қалай аудару керек? 200 метр бөлінген секунд болады. Бұл жоғары лақтырылған вертикаль. Енді бізге табуымыз керек H-ты. H тең сұрақ. Бұл жерде уақыт жоқ. Біз формуланы білеміз. H тең V нолевой квадрат минус V квадрат бөлінген 2. Біз білеміз, егер дене жоғарыға лақтырған болса, оның әр 1 секунд сайын оның жылдамдығы 10 метр бөлінген секундқа кеміп отырады. Сол кезде белгілі бір уақытта ол жоғарыға келіп, оның соңғы жылдамдығы 0 болады. Яғни V тең 0 болады. Егер біздің мына есебімізде берілгендей максимал биіктікті табу керек болса, соңғы жылдамдықты 0 деп аламыз. Енді, яғни V
болмайды. Сол кезде h тең v нолевой квадрат бөлінген мынада g бар 2g. Енді орнына қойып көрейік. h тең v нолевойымыз бізде 200 квадраты бөлінген 2 көбейтілген 10 тең болады. Яғни 200-дің квадраты бізде 40 мың. 40 мыңды біз 20-ға бөлеміз. Сол кезде 2000 метр болады. Оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.